таудың басында бұрын бала күнімізде кәдімгі тұрба тұратын. Енді диаметрі бір білмейміз осы бір осындай тұрбалар тұратын. Кәдімгі оның басына су ағып тұратын кәдімгіше. Иә, суық су. Біз күні балалар жиналып сол басына барып, мына карьердің үстіне. Сол жерде тұрбадан жоғары ағып тұрады. 20 сантиметр тұрбадан ағып тұрады. Соны барып ішеміз бәріміз. Содан ғана ішіп бәріміз біткеннен кейін тастаймыз анаға. Соны дыңғырлап ары қарай кетеді. Ал ана фабриканың өзінің орны вообще ол жерде су ол жердің бәрі. Біз артынан ана жаңа фабрика жаңадан қазір жасалып жатқан, сіздерде осы Маралды ауылында жасап жатқан жер именно ол жерде ешқандай су өтпейді деді. Шын ба или су бар ма ол жерде? Түгел сол жерде ана таудың бәрі сол таудан құралған ол. Судан құралған, иә. Бір комиссия келген кезде, ана экологтар келген кезде, сол жерде өлшегенде ана фабрикадан ана бұлаққа дейін 250 метр болған. Осыны олар енді өйтіп отыр, біздің мына жерде су жоқ деп. Ал мына комиссиямен барған кезде, біз өзіміз комиссия болып барған кезде, кәдімгі мына фабриканың астынан цементтерден тесіп, кәдімгі фабриканың ішіне қарата су ақтылап, кәдімгі тамшылап. Сіз маған айтыңызшы, ауыл екіге бөлінді қазір. Қолдайтын бар, қолдамайтын бар дейді. Сол шын ба? Жоқ, оның бәрі өтірік. Халық 100% дәл қарсы. Қазақ еліне айта кетерім. Осы мына 2 жылдан асты ғой, осы фабриканттармен күресіп жүргенімізге. Олардың проектісі бойынша бұл первый категориядағы фабрика. Ал енді бұл первый категориялық фабриканың астынан 17 апрельде жауып тастаған, бульдозермен жауып тастаған бұлақтың суы шықты. Ал енді одан 27 күні барып біз тексергенде, ол фабриканың іргесінен дренаж қазып сапты, 8 метр тереңдікте. Ол мына фабриканың проектісінде жоқ. Дәулет Асанов айтқан проектіде ешқандай ошибка болмау керек. Қазірдің өзінде олар қателік жасап жатыр. Ал енді олар фабриканың маңайында 3 дамба салып жатыр. Ал енді ертең осы жерге цианид пен алтын өндіретін болса, енді ол алтынын алады, рудасы қалады. Ал енді цианид ол естігеніміз бойынша ауаға ұшатын улы зат. Ал енді егер мысалы үшін қар жауады 2 метр, жауын жауады, соның барлығы енді әсер етеді ғой. Содан енді ол дамба, міне Секисовка деген жердегі мысал үшін ол жерде жарылған. Сол секілді мына 1000 метр биік таудың үстінде ол цианидті ұстап тұру мүмкін емес деп ойлаймыз. Жарты Қазақстан судың астында қалғанда, жарты Қазақстан удың астында қала ма деп қорқамыз. Ал енді бұл ертіс өзенін бойлап отырған халықты ойлау керек. Біздің Тоқаев президентіміздің айтуы бойынша су алтыннан да қымбат. Суды үнемдеңдер. Су бізге ұрпағымызға қалу керек. Су ол да жердің байлығы. Алтынсыз өмір бар болса да, сусыз өмір жоқ. Сондықтан қазақ елінен айтарымыз, біз Маралды халқы, Маралды тумалары өзіміз үшін бір нәрсе лайық деп жүрген жоқпыз. Біз артымыздан ұрпағымызға осы Маралдыдай жерді, Маралдыныңдай суын, Маралдының балын, енді Маралдының балығын, қаймен қызыл кітапқа енгізілген Маралдының өсімдіктерін, қызыл гүлдерін осы біз көрген ұрпағымызда көрсе екен деп жүрміз. Осы ауыл екіге бөлінді деген шын ба? Мына кісілер дәлелдей аласыз ба? Бөлінді ме, бөлінген жоқ па? Жоқ, ешқандай айттық қой жаңа, жалған ақпарат. Жоқ, біз әкімнен де, депутаттан да ешқандай көмек, ешқандай бізді қолдаған ешқандай не болды. Аудан әкімінде, ауылымыздың әкімінде аңғайда осы залаттар туралы соларды қолдайды. Біздің сөзіміз бірес, ешқандай біздің сөзіміз жүрмейді оларға. Іс-шара қолданбайды. Іс-шара, мына қаншама бұлардың құқық бұзушыларын айттық, ешқандай қолдау жоқ. Ең бірінші қорқатын нәрсеміз біз, сол ана цианид өзенге қосылып, осы біздің ең таза Шығыс Қазақстандағы ең таза суларға жататын Күршім өзені, Маралды өзенін уланбасын деп, если мынаған кететін болса, осыдан барып ертіске қояды. Ертістің өзі уланады. Ал Күршім өзенінің аяғында Мулкове деген ауылда кәдімгі осы балық өсіру несі бар, зауыты бар. Соларға зияны тиеді. Көп нәрсеге зиянды болады. Көп нәрсеге зиянды. Балға да зиянды болады ма? Балға ең бірінші осы зиян осы балға тиеді араға. Ал енді осы біздің балымыз осы Қазақстан бойынша ең сапалы балға жатады. Осыны жерге алтынға салғанша инвестицияны осы біздің осы Маралдының балына арасына ауыл шаруашылығына салса инвестиция осымен елге көп жереді. Ауылдың кісілері ақша жинап суымызды тексерді, ең таза суға жатады. Осы судан өзі дайын не шығаруға болады.
өнім шығаруға осы судың өзін сатып ақша шығаруға болады. судың өзінен ғана не шығаруға болады. Біздің Марал кенінің балы бұрынғы заманнан бастап совет өкіметінде сондай бағаланады. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ана международный выставкада 4 рет бірінші орын алған. Осы сапалық жағынан, дәмді жағынан әлі күнге шейін бағаланады. Именно табиғи шөптен осындай нетеді. Бір Алланың бізге берген осы сыйы деп ойлаймыз осы балды. Қазіргі уақытта осы ең сұранысқа көп. Мен өзім арабтарға жібердім, Россияға жібердім, қазір Қазақстанның бар жағына жіберіп отырмын. Алтын қазғыштар тоқтаса, қазір осы туризммен айлансам деген кісілер бар. Соларына біздің жан-жақтан демеу көрсетіп жүрген ауылдастарымыз, мықты ауылдастарымыз осы туризмге ашам деген ауылдастарға қаржылай көмектесеміз деп отыр. Ауылымыз 100% бұларға қарсы, әлі ешкім бұндай неге жол бермеуге тырысамыз. Енді тағы бір сұрақ, неге маралды деп аталады? Марал көп пе? Маралды деген бұл сондай аң мен құсқа бай жер. Бұл жерде марал енді Қызыл кітапқа енген ба? Иә, қызыл кітапқа енген маралдары сондай көп. Сондай өсім маралдың мекендейтін жері осы жерде. Оларға да бар ғой вред, получается. Бұл аң құстардың бәріне зиян тиетін. Сонда жарылыс жұмыстар жүріп жатыр онда? Аңдар жүретін жерде жарылыс жүріп жатыр. Аңдар жүретін жерде жа. Қызыл кітапқа кірген анда. Әрине бәрі. Енді аға сізге сұрақ. Мынада қазір айтады 38 камера қойған дейді, осы ауылда. Ауылдың ішінде. Қанша адам, қанша үй, неге 38 камера қойды деп ойлайсыз? Оны біз өзіміз де білмейміз. Бізде 100 шақты үй. Не үшін қойып жатырмын бізде сұрақты? Сіздер мылтықпен шықтыңыздар ма? Чиновниктарға қол көтердіңіздер ма? Немесе заводтың адамдарына мылтықпен барып қорқыту болды ма? Не үшін жүрді? Или оппозициясыздар ма? Президентті қолдайсыздар ғой сіздер? Президентті қолдаймыз. Біз экология үшін ғана ғой не тұрғанымыз, алысып жүргеніміз. Заң жүзінде. Ондағы цианид бар, қандай не нәрсе болсын, астын түседі де, ол өзіңге қойылады. Ол ешқандай гарантия жоқ оған. Қанша 3 дамба, 4 дамба қойса да одан асып кетеді. Көктемде су асады, құйылады ол. Біздің предложениеміз 20-30 жылға мораторий жариялансын дейміз. Біздің ұрпағымыз мүмкін табатын шығар алтынды қалай өндіруді. Ал енді ауылдан 1000 метр қашықтықта, 1000 метр биіктікте енді цианид пен алтын өндіру деген ол жабайы ол метод. Иә, ол енді ол кәдімгі халықтың үстінен таптып кету деп ойлаймыз. Сондықтан халықтың талабы мен үшін бірінші орында тұру керек. Тағы да естігеніміз, бұл инвесторлар 66 жылға шейін налогтан босатылған. Біздің талабымыз жеріміздің қасиетін кетірмесін, орнына қалдырсын. Онан да туризм ашсын. Осы инвесторлар туризм ашсын.